біз енді команда қайда барса сонда жүреміз еді. Ербол Нұрғалыұлы результат айтайын деп тұрмын да, мен осыны білем, ауырып жүргенімде көрдім. Маған звондады, Зәуре ханым, осындай бір компания бар, келші дегенде, мен бұл кісінің сөзінен уже түсіндім. Продукцияны ішіп, оғанға дейін сөйлескенде қандай, қазір қандай болғанын ше. Сөзінен түсіндім де біз келді, қазір өзім ішіп жатырмын продукцияны, результат айтайын деп тұрмын да. Сердечныйдан бастадым өзім, бір 2 күн ішкеннен кейін өте қатты обострение берді. Давление өзім 180-менен былай қалқып жүретін адамын ше. Одан артық түспейді давлением. Өзім медикпін. Давление вообще 220-ға көтеріліп кетті. Өзім бұрын сибирский здоровьеда істегеннен кейін активация органа, я потом начала по капельке. Пипетканы алдым да, капля қылып іштім. Бір күн капля, екінші күні каплямды көтердім. Схема бойынша ақырын көтердім. Мен 2 бутылка сердечныйдан, қазір мен давление таблетки не пью. Оғанға дейін күнде 4 таблетка ішем. Күнде. Арасында картоприем бар, арасында салатын уколдардың бар. Ол есеп емес. Қазір менің давлением 125-ке 90. 180-нен бітіп қалқып жүретінмін. Настолько продукция дегенің керемет. Тағы бір результат, мужской нені алдым, өткенде активация жасап, оның алдында алдым, оның кейін алдым. 10 жастағы немерем бар. Далаға шығып ойнап келеді ғой, біреу жетіп қояды, жылайды, айтады, мүйтеді. Соғын обязательно төсекке жетіп қояды түнде. Енді қазір тоже по капельке бастадым, тоже сразу берген жоқпын. Бір капля 3 күн бердім, каждый 3 күнге схема жасадым, 3 күн сайын көтеріп отырдым. Міне бүгінгі күн 18-ші күн, мен құдағиым звондайды, құдағи айналайын, бетімнен сүйдім, аяғыма жығылдым. Сен маған не әкеп бердің деп сөйдейді. Шошып кеттім, балаға плохо болып қалды ма дедім. Мен осыған дейін айтқан жоқпын, сізді беспокоить еткен жоқ. 18 күн болды балам дәрет отырған жоқ түнде дейді. 18 күн болды дейді. Бала неше жаста? 10 жаста. Ол 13-ке келгенде өзінен өз қойып кетеді. Өзінен өз. 13-ке келгенде қоймайды. Жоқ, 13 жасқа келгенде де қоймайды ол. Менің кісілер біледі, келінім қайтыс болды. Келінімнің алдында інім қайтыс болды. 6 бала жас қалды, 6 бала жетім қалды, например. Сонда қазір міне сол қыз 14-те. Әкесі